Қаңлылар, қаңлы жазба деректері, ескерткіштері және қоғамдық құрылысы. Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгінгі сабағымызда темір дәуіріндегі ірі тайпалық одақтардың бірі Қаңлы мемлекеті жөніндегі тарихи деректерден мағлұмат ала отырып, олардың мекендеген жерлері, қоғамдық құрылысы және археологиялық ескерткіштермен танысып, Қауыншы, Отырар Қаратау және Жетасар мәдениеті жөнінде түсінік аламыз. Қаңлы туралы деректері. Қаңлы мемлекеті біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда Қазақстанның оңтүстігінде құрылған алғашқы мемлекеттік бірлестіктердің бірі. Қаңлылар негізінен Сырдарияның орта ағысынан Қаратау жотасына дейінгі жерлерді мекендеген. Қаңлы мемлекеті шығыста үйсіндермен, батыста сарматтармен, оңтүстікте ферғанамен көрші болған. Қаңлылар қазақ халқының негізін құраған ежелгі тайпалардың бірі болып саналады. Бернштамның пікірінше олар түркі тілді халық болған. Қаңлы туралы деректер біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырда Қытай жазбаларында кездеседі. Деректерде Қаңлы мемлекетінде 120 мың отбасы, 600 мың халық пен 120 мың әскер болғандығы айтылады. Қаңлы мемлекетінің астанасы Бетян қаласы. Қытайдың Цянь Ханшу атты тарихи деректерінде Қаңлы сөзі Кангүй деп аталып, Қаңлы мемлекетінің пайда болған уақыты шекарасы қуаттылығы туралы айтылған. Қаңлы мемлекетінің қуатты болған соншалық, олар сол кезде хан әулеті билеген Ұлы Қытай империясында мойындамаған. Біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырдың 2 жартысында Чжи Шанью бастаған ғұн тайпалары оңтүстік шығыс Қазақстан жеріне алғаш рет қоныс аударып келе бастайды. Осындай жағдайда Қаңлы ханы Чжи-мен одақ құрып, өзінің шығыс шекарасында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін оны үйсіндерге қарсы пайдаланбақ болады. Осы мақсатпен Қаңлы ханы Чжи-ге талас алқабынан жер бөліп беріп, өзінің атты әскеріне қолбасшылыққа тағайындап, қызын әйелдікке береді. Біздің заманымызға дейінгі 42 жылы үйсіндер мен қаңлылардың арасында қырқыс басталып, қаңлылардың ғұндармен біріккен күштері үйсіндердің астанасы Қызылаңғар қаласын талқандайды. Алайда Чжи бастаған ғұн тайпалары қаңлылардың үмітін ақтамайды. Олар қойылған талаптар мен әдет ғұрыптарды орындамады және үйсіндерді бағындыра алмады. Кейіннен Чжи өз әйелі болған Қаңлы ханның қызын өлтіргеннен кейін ғұндар мен қаңлылар арасында қарама-қайшылық туындайды. Біздің заманымыздағы 3-5 ғасырларда Қаңлы жеріне түркі тілді тайпалардың басып кіруіне байланысты Қаңлы мемлекеті Орта Азия мен Арал өңіріндегі үстемдігінен айырылып, біздің заманымыздағы 6 ғасырда түрік қағанатына қарайды. Археологиялық ескерткіштері. Қазба жұмыстары кезінде қаңлылар мекендеген аймақтардан көптеген қалалар мен елді мекендер табылды. Қаңлылардың археологиялық ескерткіштері негізінен алғанда Қауыншы, Отырар Қаратау және Жетасар мәдениеттері болып 3 топқа бөлінеді. Олар Сырдария өзенінен Ферғанаға дейінгі өңірде таралған. Қауыншы мәдениеті Ташкент аймағын қамтиды. 1958-1963 жылдары Максимова жетекшілік еткен Шардара археологиялық экспедициясы оңтүстік Қазақстаннан Қауыншы мәдениетіне жататын бірқатар ескерткіштер ашты. Оның біршама толық зерттелгені Шардараға таяу Сырдарияның сол жағалауындағы біздің заманымыздағы 4-5 ғасырға жататын Ақтөбе қонысы. Отырар алқабында Отырар Қаратау мәдениетіне жататын ескерткіштер көп шоғырланған. Бұл қоныстардың көбін 1969-1970 жылдары Ақшып жетекшілік еткен Отырар археологиялық экспедициясы тапқан. Олардың ең үлкені Көкмардан елді мекені. Көлемі мен орналасуына қарағанда Көкмардан қала орталығы болған. Қала шағын және тұйық көшелерден тұрады. Бұл қоныстан балшықтан жасалған кеспектер табылды. Онда тары, күріш, бидай, аспұршақ сақталған. Қаңлылардың қазылып зерттелген жерлеу ескерткіштерінің ішінде Отырар даласындағы Мардан күйік қорымының орны ерекше. Сырдария өзенінің тасуы кезінде су астында қалу қаупі болғандықтан, қорым қолдан биіктетілген, үсті жазық,
төбеге орналасқан. Мардан күйік қорымынан жалпақтау бетіне түрлі бейнелер ойылып, сопақтау моншақ тәрізді асыл тас халцедоннан жасалған біздің заманымыздағы 2-5 ғасырға жататын кішкене мөр гемма табылды. Мөр ұлы жібек жолы арқылы Ираннан әкелінген. Бұл кезеңге алтынасар, жетасар, бидайғасар, үңгірасар, тағы басқа археологиялық ескерткіштер жатады. Жетасар мәдениеті ескерткіштерінің шоғырланған жері Қуаңдария өзенінің бойынан 150 қала орны мен 100-ге жуық қорымдар табылды. Қоғамдық құрылысы. Қаңлылардың қоғамдық құрылымы мемлекеттік деңгейге жеткен. Олар өзіндік материалдық мәдениеті мен өнері бар көшпелі өркениетті жасауда жоғары дәрежеге көтерілді. Қаңлы қоғамында мүлік теңсіздігінің пайда болуынан атақты адамдар аса мол байлық жинақтады. Қаңлы қоғамында билік әкеден балаға мұрагерлікпен берілді. Қаңлы мемлекетін ең жоғары билеуші хан басқарып, негізгі жұмыстарды оның 3 уәзірі атқарып отырған. Қаңлы елі өз ішінен 5 иелікке бөлініп, әр иеліктің ұлы ханға бағынышты 5 кіші ханы болды. Қаңлы хандарының сарай қоймаларында сақталған заңдар мен нұсқалар жинағы кездеседі. Қылмыскерлер осы заңдарға сәйкес жазаға тартылып отырған. Қаңлылар әскери одақ құрып, көрші тайпалар ғұн және үйсіндермен соғыс жүргізді. Бұрын соғыс көбінесе жер үшін және кек алу мақсатында жүргізілсе, ендігі жерде соғыста барымта жолымен қолға көп мал мен олжа түсіру үшін бірінші кезекке шықты. Үстем тап өкілдері соғысты тонау мақсатында пайдаланып, көптеген байлыққа ие болды. Соғыста қолға түскен тұтқындарды құлға айналдырды. Бірақ көшпелі мал шаруашылығы, құл иеленушіліктің дамуы мен қалыптасуына бөгет жасады. Байларға құл еңбегіне қарағанда қауым мүшесінің еңбегін пайдалану тиімді болған.